Mektep деген emne? Sen sizlerge barып айтып окуйбуз, айтып жазабыз. Агай. Мен sizlerge бүт жазганды, окуганды баарын үйрөтөм. Жақсы. Алтынай, қанша жастасың? Қонаққа келдік. Қызыңыздың жасы қанша? Сен бұл қыздың жас басын не қыласың? Я, бұға оқшыған жетімдерді оқытып, бар тепеyi көшедегі нанды нәне деп деп жүрген оқпалдарды оқып қой. Жетім деген сөз тұлғай өріп табып тұрды. Жетімдерге мектепке оқыған болмайды. Закон менің нишім жоқ, бар жоғалған. Бұл қыздың жетім екенінде өз күнәлі. Бұл қызды кішінекей кезінен бері баққан мен білемін, же сенден түп келгенін сен білесің бе, я? Қатын, айылды башқарғандай не сен жарман болып қалды өлі. Бұл қызды оқытып-чоқытып не қылыз, я? Бұл қазір үйде келсе, үйдің жұмыртып кем қылады, я? Қатын, айтқандай дегендей. Тоқтасын, өзің біл, қызды алып кетті. Қаяққа? Алтынай! Үйдегі жұмыртып кем қылады? Дәл Алтынай! Барғын. Мен көресің. Ағай, біз санағанды үйренеміз. О, мен сілерге барып үйренеміз. Рахмат ағай. Оқуғанды да үйретесіз да, е? О, Рахмат ағай. Біз бұл кишинин айтканы менен, көрсөткөн жолу менен окуйбуз. Мен силерге балдар арип жазууну, сан жазууну, окуганды үйрөтөм. Капчык айды аралап, тешкен тоодон чыгып, улам күч алып ылдамдаган поезд. Казактын даркан талаасы менен эркин үлпүлдөп, мени жаңы турмушка, жаңы күрөш, жаңы эмгекке алып кетип бара жатты. Кош менин биринчи мугалимим. Кош менин биринчи мектебим. Кош менин балалык чагым. Кош жер кыртыштын астында көз ачылбай калган тунук булак өңдүү эч ким билбеген менин биринчи наристе сүйүүм. Кылым каарып ничен суулар аксыда, силтиккен теректердин ордуна жаңы теректер өсүп, шуулдашып, сенин түбөлүктүүлүгүңдү, сенин биринчи мугалим экендигиңди даңазалап, сенин мектебиңдин ордуна кабат-кабат ак мектеп курулуп, сен максатыңа, тилегиңе жеттиң düşүн. Ар бир кыргыздын үйү билимдин кучагында. Сенин ысымың биринчи кыргыз мугалими деп аалам кезип, чери кезип жүрөт. Сен түбөлүктүүсүң, баарыбыз сүйгөн биринчи мугалим.